Берген жоқ па? Өзің алдан істеп жатсың. Бұрын қаншадан береді айына? Айына күнде есептейді. Негізі қанша теңге берілу керек? Балдардың ақшасын сентябрьге 71 мың, бәле теңге бар. Сөйтіп. Сенің қолыңа қанша береді сонда? 71 мың бермейді болса да. Қанша береді? Күнде есептейді, 1000 теңге. 30 мың береді болды ма? 25 мың береді ма? Мысалы, бір айда неше күн бар? 30 күн бар. Одан базар тапсырса. 25 қала ма? 25-тен 2 күндік бір күн сөйтіп 20 мың береді. Қалғанын қай көреді? Сен өз ішіне қол қойып болмайсың ба сонда? Қолма-қол бергенде? Қолма-қол Айша келеді. Айша келіп береді. Ішіне қол қоймайсың сен? Неге қоямын? Ведомствоға қол қоясың ба? Ведомство, анау тамақтың несі де. Дұрыс қой, жоқ. 71 мың екенін қақтан білдің сен? Саған 20 мың. Тамақтардың суммасы ғой тамақ. Соған қол қоймайсың ба? Қоямын. Не қол қоясың сен соған? Жауап бердің ғой білесің? Салсам деле. Арғымайтын, иә. Жауап бергенде мен қолыма бергеніне айтасың ба сен соны? Қолыма 20 мың деп деп. Раушан айтқанында Раушан, ой, өндіріп берем деп былтырмын. Бердің бе, бермедің сол кезде? Қақтан өндіріп берген. Бермедің өндіріп? Өндіріп берген жоқ. Осы ұятқаман ғой, басқа жетім баланың ақшасын сөйткеннен кейін. Раушан, ойбай, бәрін аштым деді, айттым. Өндіріп берем, бәрін деп кеткен, мә өндіріп. Оның өзін Айша жаққан шығады, білмеймін. Жоқ, оғышын ба, басқа. Жетім баланың ақшасын сөйткеннен кейін. Жоқ, нормальный 40 мың бер, мен нормальный берем не хада. Қабанын ал жеп, бер беретініңе. Апа, мен газ істетем, газға істейм бәрін. Газдың ақшасын шығарып бердің деймін. Күн продукттың бәрі қымбат. Сөйтіп, Раушанға өзі келіскен да оны? Келіскен шығар. Одан кейін немен Раушан төлейді? Одан кейін Раушанның еш нәрсеген жоқ. Айша шақырып, Раушанға не? Осы жерде мұғалімдер бар еді, солардың көзінше сен қорқыс сұрап. Менің қорқысым, менің ешкімнен адам қорқпайды дедім. Расын айт деді, расын айттым дедім. Басқа еш нәрсе деген жоқ, мен Раушанға дедім. Біреу қорқыту керек па не түсінбеймін бұл атқанда? Сен қорқытып сұрадың ба? Қорқытып жаздырдың ба? Жоқ, мен айтқанын жаздым. Раушан айтып тұр, мен жаздым дедім. Осындай деп айтып тұр, мен жаздым. Мен ешкім қорқытқан жоқ дедім, айтқанын жаздым. Сонда былтыр сентябрьден бастап тек 20 мыңнан беріп отырдым ма? Ай сайын қалған уақытта ешқашан түгел бермейді. Өмір бойы 20 мың ақ береміз сонда? 20 мың, 25 мың болса 25 мың, 24 мың. Бір-ақ мәрте, бір-екі мәрте 25 болады да? Иә. А сен бірақ неғана 70 мыңға ақша қол қоясың? Иә. Дедім, жаңа балдардың ақшасы келеді ғой? Сен содан көріп отырсың ғой сонда 70 мың? Содан көремін. Айтпайсың ма нағыз қол қоймаймын деп? Білген ғой деймін. Бір-екі мәрте айтып. Ой, сен тойынып қалыпсың. Анау, мынау деп. Апай, тойынып мен дедім. Сен нағыз қолын қоймайсың, мәселе тойынғанда емес, бұл заңсыз қол қой алмаймын деп айтпайсың ба? Оны айттым ғой, неге өйтесің дедім. Басында дедім, неғын кезде ақшаңмен ісім болмайды, өзің алып өзің қоясың деп айтқан едіңіз ғой дедім. Енді бұлай келіп бүйтіп отырсыз дедім. Сен алған ақшаңа қол қой. Мен алған ақшама қол қоямын, міне пәлен ақша алдым деп қол қойып бермейсің ба? Бірақ дедім, комиссияға мен жауап бермеймін дедім. Комиссияда ақша сұраған кезде бермеймін. Не деп бермеймін? Бермеймін ақша. Былтырда комиссия 25 мың штраф кетті. 5 мыңнан шығарыңдар деп. Нөрләй бәрі отырған, мыналар шығарды. Мен дедім, шығармаймын дедім. Мен не үшін шығарамын дедім. Мен жауап бермеймін еш нәрсеге дедім. Менің ауқат істеу ма, ауқат істеу дедім. Сонда ақшаны түгел беріңіз десең, тойынып қалыпсың, сен құдырып қалыпсың деп саған бүкілдейді ғой, иә? Бермейді. Тойынып қалыпсың, анау деп. Апай деп бүйтіп айтқан мен тойынып дедім, мен әйтеуір бала шағам сол жерден күн көріп отырдым. Күнде нан пұлым, шай пұлым шығады дедім. Одан артық мен оны бір нәрсе неғып жатқан жоқпын. Тек сол күнделікті ауқатым шығып отыр дедім. Соған да шүкір дедім. Тойынып мен өзім батып жатқан ештеңем жоқ дедім. Мен сұлудың буфеті жабылды бұяқта.
Енді нормальный сауда істеп жатсың. Нормальный сауда істеп жатқан дедім. Көріп жатсыз ғой, енді сауданың түрін дедім, анау дедім. Одан сол ғой сен мен бұл бетімен кім барып опырып тастады? Тек мұғалімдер бар екен ғой болды. Соны келіп жатса дедім. Мақтанышпен айтып отырмын мен сонда оны жауып қойдым. Сол мен өткен жақтың бәрі осы жаққа келіп жатыр ғой. Келгенде де. Жоқ, ол сенің саудаң бөлек. Жетім баланың ақшасын нағып түгел бермейді ол. Соны айтшы, неге түгел бермейді ол? Соны 2-3 мәрте айтып қалды, содан кейін уже көттім. Жауап беретін өзі белгінің алды үндемейді. Сонда былтырда ай сайын 20-25 мың береді, болды, қалғанның бәрі жоқ, иә? Негізі барлығы қайда 70 мыңнан ғой сонда, иә, өлгенде. Былтырдан бері ғой, білмеймін. Иә, былтырдан бері. Жоқ, одан алынған жылдар енді 50 мың ба сондай еді ғой. Сонда сен істегелі бері осындай болып отыр ғой, тек сен қолма-қол әкеліп береді ақшаны, 20-30 мың, иә? В общем, жоқ қой. Әбден үйренген ғой бұл. Басқа жетім баланың ақшасын сөйткеннен кейін кімге ренжисің мұны?